Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Қазір айтып берейін, тыңда, ішіме сыймай жүрген ренішті шығарайын. Менде бір енемін бе, әлде үйдің есірін ашар бастар адаммын ба, өзімде түсінбей қалдым. Келін түскелі біраз болды, үйрендік, жылы жұмсақ сөз айттық, басынан сипадық. Өз үйім дедік, келін емес, қызым дедік. Сол сөз өзіме бумеранг болып тиді деп кім ойлаған? Енді қарай көр. Төркіні келеді, үйі төңкеріліп түскендей. Ет асылып жатыр, қазандай палау, үстел толы салат. Төрге өзі шақырып отырғызады. Онан қалды күліп, жымиып, қасы көзелі ойнап. Апа келіп қалды, қане, көмектесейін деп бәйек боп жатады. Мен келем. Мен бе? Мен келсем үйде үн жоқ. Табағы жоқ, табақ тұрмақ самаурынға су құйылмаған. Жана ғана мұздатқыштан шыққан ба, шайда бір мұң. Алдымдағы бауырсақты тістеймін, тістемейді, сынып кетеді. Сосын келін тұрып, кешіріңіз, апа, дайын емес еді, дейді. Дайын емес дейді. Төркінін көрсе, лап етіп дайын тұрады. Ал мен болса, кездейсоқ келген қонақ. Кейде ойлаймын, беу, келін қыз деген жібет пе, жоқса жезден бе? Біреуге құрақ ұшып, біреуге салқын. Кімге жылу, кімге мұң, өзі таңдай ма екен? Өзімше үндемеймін, сөз емес тісіме тас байлап отырмын. Бірақ ішім киеді. Көрсем ғой менің ішімді, қазан сияқты бұрқ-сұрқ. Келесі жолы барып едім, тағы сол. Суық шай, еден жуылмаған, дастарханның шеті көтеріліп қалқып тұр. Сосын бір әдемі сөз айтып қойдым. Біздікі шай болса да, төркіндікі беш бармақ қой, ә? Келін күлді. Ой, сол күлгені жүрегіме жара болды. Күлді де қоймайды, әлі. Қайтеміз апа, оларға қарай дайындаламыз ғой, дейді. Яғни мен үшін дайындалу міндет емес пе? Мен бөтен адаммын ба енді? Осы жерден кәдімгідей жоқ ене оянып кетті ішімнен. Үйде қайтып келе жатып ойландым. Мен де кезінде келін болдым. Шайым да ыстық болды, дастарханым да жайылды. Енем келгенде мен салқын су беріп отырдым ба? Жоқ. Өйткені ол кезде тәрбие басқаша еді. Енем келсе, күн құлпыратын. Қазір келінге ене келсе, үй суиды. Төркіні келсе, самаурын бұлттай бұрқырайды. Мен келсем, шәйнекте үнсіз. Кейде өзімше кек алғандай болам, өтірік жайбарақат. Ештеңе етпейді, қызым, мен шайға да риза, бауырсаққа да риза. Деп қойып, бірақ ішімнен, сен төркінге ет асып жатқанда, мен жаз бойы мал бағып жүредім ғой, деп күбірлеймін. Қайсыбірін айтайын, бәрін айтып тауыса алмаймын. Қызғаныш па? Я, қызғанам. Өз баламның үйіне барғанда, бөтен кісі сезімін тудыратынына қызғанам. Құрмет жетпегеніне қысылам. Төркінін сыйлағанын емес, мені сыйлай алмағанын ауыр көрем. Келесі жолы барғанда ойымды білдірейін деп шештім. Жұмсақ та емес, қатты да емес. Тура жоқ ененім үнінде. Қызым, шайың суық екен. Үйіңге салқын. Мен келген соң ғана емес, мен кеткен соң да жылу қалдыр. Келін төмен қарады, бірақ сөйлем жеткіздім. Кейде бір сөйлем от жаққандай әсер етеді. Содан кейін не өзгерді дейсің бе? Аздап өзгерді. Шай бұрынғыдай мұз емес, енді жылы. Дастарханда бауырсақпен қоса майда тұр. Тіпті бірде ет асып берді. Мен отырғаннан кейін емес, мен үшін емес, бірақ бар болсын. Бірақ білесің бе, жылы шай да бауырсақта емес. Маңыздысы, менің көңілімді көрді, сөзімді түсінді. Әлі де идеал келін емес. Мен де періште ене емеспін. Қызғанам. Төркініне барғанда шашы өзгеше әдем болып жүреді. Мен келгенде қобырап жүреді. Соғанда киім. Мұны жасырмаймын, жоқ енемін ғой мен. Жүрек бар, қызғаныш бар, наз бар. Бірақ бір нәрсені ұқтым. Ененім жылуы келінге, келіннің сыйластығы енеге. Екеуі тең болсын, біріне ыстық, біріне салқын болмасын. Мен қызғансам да жақсы көргім келеді. Ренжісем де ақыл айтқым келеді. Салқын шай ішсем де үйіне барғым келеді. Өйткені келін менің баламның таңдауы. Оған қарап баламның көңілі суымасын. Сондықтан мен әлі де барамын. Шай суық болса да барамын, бауырсақ қатса да барамын. Бірақ енді үнсіз отырмаймын. Өзіме сөз бердім. Егер төркінінше күте алмаса, кемінде төркінінде сыйлауды үйретем. Жоқ ененің өсиеті осы. Сөйтіп жүріп бір күні тағы жол түсіп бардым. Босағадан енді аттай берем, келінім есік ашып тұр. Бұрынғыдай емес, шашын өріп алған, әдемі орамал тағыпты. Мен де сыр бермеймін ғой, жоқ енемін. Әй, қонақ күткендей сәнденіп алыпсың дедім. Ол жымиып, сіз келесіз деп білгенмін дейді. Енді көрдің бе?
Басталып та кетті қызық. Менің көңілім бір жылып қойды. Өйткені күтіп алдым дегеннің өзі жылы сөз ғой. Үйге кірдім, дастархан дайын. Шай ыстық, бауырсақ жұмсақ. Тіпті бір шайдың қасына үйінде бар жоғы белгісіз жаңа салат тұр. Мен ішімнен, бүгін төркіндері келмеген екен ғой, деп тағы шағып өттім. Өзім жеп отырмын, бірақ сөзім батпай тұрсын ба? Келім күлді де қоймайды. Баяғыдай қысылып, именіп те тұрған жоқ. Біртүрлі менен қашпайды, қасында жүр. Апа, өткенде, сіз ренжіген сияқты көрінді, деді бір кезде. Қарадым, көзін тайдырмайды. Тура сөйлегісі келеді. Мен ішімнен, міне, енді басталды. Менің кульминациям. Сыртымнан, әй, ренжімедім ғой. Суық шайда ішем, суық сөзде көтерем. Мен қатпағанмын әлі, деп мысқылмен қайырдым. Келін иығын түсірмеді. Ол да бүгін сөзге дайын сияқты. Апа, мен сізді төркінімнен кем көрген жоқпын. Кейде асығыс боп қалам. Олар алдын ала хабарлайды. Сіз көбіне келе жатырмын деп жолда ескертесіз. Мен үлгермей қалатын кездерім болады, дейді. Сол сөз. Тура жебедей тиді. Өйткені рас. Мен көбіне мен келем демеймін, келдім деп кірем. Жүрегім бір көтеріліп, бір түсіп кетті. Өзімше қатты инемін ғой, бірақ сөзу жаны болса, құлаймын. Яғни мен келсем үлгермейсің, олар келсе дайын тұрасың, дедім тіс батырып. Ол тыныш қана. Жоқ апа. Оларға ертерек айтылады. Сіз де алдын ала айтсаңыз, мен сізді де дәл солай күтетін болам, деді. Тап сол жерде ішімнен күліп жібердім. Міне мәселе. Мен ренжігеніммен ол байқамағаған. Мен күттім, ол ойламаған. Мен үндемедім, ол түсінбеген. Суық шайдың сыры менің үнсіздігімде екен. Мен мойындай қоймаймын әрине. Жоқ ене деген мойындауға сараң. Сыртымнан тек, мейлі көрейік. Айтам енді, алдын ала деп қана қойдым. Сонымен сынақ кезеңі басталды. Бір аптадан соң, келін бейсенбіде барамын, үйде бол. Қуана күтем апа, деді ол. Бардым. Есіктен кіргенде бір иіс. Бешбармақ қайнап жатыр. Жент, құрт, салат, бәрі дайын. Мен ішімнен, қарай көр, хабарламай жүріп өзім кінәлі болған екенмін-ау деп бір ыңғайсыздандым. Бірақ мен кіммін? Жоқ ене. Сырттай. Бүгін төркіндерің келмей ме? Деп тағы бір түйреп өттім. Келін жымиып қойды. Төркін келсе де, сіз келсеңіз де, енді бірдей деді. Міне, жұмсақ, бірақ өткір. Сөзбен емес, іспен жеңді. Мен босап кеттім. Сол дастархан басында отырған күйі. Қызым, кейде мен тым қызғанғаншақ шығармын, дедім баяу. Ол қолымды ұстап алды. Қарашы, ойламаған сәт. Апа, қызғансаңыз да жақсы. Ене қызғанбайтын келін болмайды. Маған тек айтыңыз, үнсіз ренжімеңіз, мен түсінбей қалам, деді. Менің көзім жасаурап кеткенін жасырмадым. Сол күні суық шайда, қатқан бауырсақта жоқ болды. Тек жүректегі қыртыс жібіде. Енді мен келсем күтіп алады. Ол да мені түсінеді. Мен де бұрынғыдай тістеп сөйлемеймін. Төркініне ет асса ренжімеймін. Өйткені енді маған да асатынын білем. Мен әлі де жоқ енемін, бірақ енді қырсық емес, қабақпен тәрбиелеп, сөзбен емес, жылумен ұқтыратын жоқ енемін. Суық шайдан басталған қатынас ыстық сөзге ұласты.